Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жасалу жолы оңай рулет жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа, 1 кәсе ұн, 1 кәсе қант және қамыр қопсытқыш керек болады. Жұмыртқаңыз үлкен болса 4-еу қолдансаңыз болады. Ағы мен сарысын бөліп аламыз осылай 2 ыдысқа. Сосын ағын көпіргенше миксерлейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей өзін-өзі ұстайтын осындай масса болып шықты. Қант пен жұмыртқамызды миксерлеп алдым. Қант еріп, ағарғанша миксерлейміз. Сосын ұнымызды салып, сәл миксерлеп аламыз. Енді белогымызды салып, кішкене миксерлейміз. Сәл миксерлеп алғаннан кейін, ары қарай қасықпен жақсылап араластырамыз. Сосын табамызға пергамент қағазын төсеп, массамызды бір келкі етіп, соған жайып шығамыз. Қамыр қопсытқышты мен ұнға қостым, салар кезде ұнды. Осылай бір келкі етіп, жайып шығамыз. 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей пісіп шықты. Пісқанын білу үшін осылай шаншып көрсеңіз болады. Құрғақ болып шықса, піскені. Осылай пергамент қағазын ақырындап алып аламыз. Сосын жақсылап осылай ыстық күйінде орап аламыз. Рулетіміз суығанша салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына 100 грамм сары май, жайлау майының 75%-тігін қолдандым. Және толтыра 3 ас қасық вареный сгущенка. Миксерлейміз жақсылап. Салмамыз дайын болды. Рулетіміз суыды, мінекей осылай ашып, ортасына бір келкі етіп жағып шығамыз. Салмасын қалауыңызша жасасаңыз болады. Крем жақсаңыз да болады торттың. Өз қалауыңызша. Банан қоссаңыз, ортасына жемістер қосуыңызға болады. Кремін жағып, мұздатқышқа салып қоямыз біраз уақытқа. Мінекей дайын болды. Қант ұнтағымен немесе басқа заттармен әсемдесеңіз болады. Өз қалауыңызша. Өте әдемі болып пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.